Саламатсыздар ма балалар? Экранға назар аударайық. Біздің еліміздің табиғаты өте әсем. Әрбір тауы мен тасы, ой-қыры, құпия мен сырларға толы. Бұл фотосуреттер қандай да белгілі бір аңызға байланысты алынған. Бұл киелі жерлердің атауларын білу үшін көрсетілген жақшалы өрнектердің мәнін табуымыз керек. Ойланайық. 1000-нан 580 мен 120-ның қосындысын азайтамыз. Келесі жақшалы өрнекті қарайық. 930-дан 1000 мен 470-дің айырмасын азайтамыз. 120-ға 1000 мен 560-дің айырмасын қосамыз. Балалар, өрнектердің мәнін дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Қане, тексерейік. Бірінші өрнектің мәні 300-ге тең. Бұл Іле өзенінің фотосуреті. Екінші өрнектің мәні 400-ге тең. Бұл Қаратал өзенінің фотосуреті. Үшінші өрнектің мәні 560-ға тең. Бұл Бура тауының фотосуреті. Берілген фотосуреттердің атауларын анықтадық. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 0 және 1 санымен амалдар орындау, жақшалы өрнектердің мәнін табу, Қазақстанның табиғаты туралы аңыздар. Бүгін сен көбейту және бөлуді орындауда 0 мен 1 сандарының қасиеттерін теңдіктерде қолданасың. 2-3 амалмен орындалатын жақшалы өрнектерді оқу мен жазуды үйренесің. Бірлесе отырып, бірінші тапсырманы орындайық. Қима қағаздағы өрнектерді пайдаланып, тура теңдік пен теңсіздік құрастырайық. Бір мен 4-тің көбейтіндісі 4 пен 1-дің көбейтіндісіне тең. 2 мен 2-нің бөліндісі 8 пен 8-дің бөліндісіне тең. Бұлар тура теңдіктер болып табылады. Енді тура теңсіздік құрастырып көрейік. Алты мен 1-дің көбейтіндісі 0 мен 4-тің көбейтіндісінен артық. 0 мен 3-тің бөліндісі 3 пен 3-тің көбейтіндісінен кем. Сонымен, бұлар қандай теңсіздіктер? Бұлар тура теңсіздіктер болып табылады. Келесі екінші тапсырманы орындау үшін өрнектердегі амалдардың орындалу ретінің ережесін есімізге түсіріп алайық. Алдымен жақшаның ішіндегі амалдарды орында. Содан соң көбейту немесе бөлу амалын ретімен орында. Одан кейін қосу немесе азайту амалын ретімен орында. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтап, олардың мәнін табайық. 26-ға 12 мен 6-ның бөліндісін қос. Бірінші бөлу амалы, содан соң қосу амалы орындалады. Есептеп көріңіздер. Нәтижесі нешеге тең болады? Дұрыс, 28. Келесі өрнектердің мәнін есептеп, шығарып көріңдер. Енді балалар, өрнектердің мәнін тексеріп, қателеріміз болса түзетіп жіберейік. Бірінші өрнекте бірінші амал көбейту, екінші амал бөлу, үшінші амал қосу. Мәні 24-ге тең болады.
Екінші өрнекте бірінші жақшаның іші орындалады. Содан соң бөлу, соңғы амал қосу орындалады. Мәні 570-ке тең. Үшінші өрнекте бірінші амал жақша ішіндегі қосу, екінші амал көбейту, үшінші амал қосу орындалады. Мәні 220-ға тең. Сендерде де дәл осылай шықты деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі сабақта не үйреніп, не білгенімізді төмендегі кестеге белгілейік. Көбейту және бөлуді орындауда 0 мен 1 сандарының қасиеттерін теңдіктерде қолдандым. 2-3 амалмен орындалатын жақшалы өрнектерді оқу мен жазуды үйрендім. Үйге тапсырма нөмірі 3. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.